Сәлем достар, сіздермен Акон Тажыбаев. Бүгінгі блогымызда біз тым шеттен тыс артық кеткен топ 5 бодибилдерлер жайлы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Достар, солайынан сіздер қазақша фитнес блогтың дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар, және де бізге келесі блог жасауға үлкен мотивация бересіздер. Дайын болсаңыздар, бұл сөзді доғар. ендеше кеттік. Ең бірінші бодибилдинг спорты. Бодибилдинг спорты ағылшынша боди, дене, билдинг, құрылыс деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл сымбатты эстетикалық дене қалыптастыратын спорт түрі болып табылады. Бірақ соған қарамастан классикалық бодибилдингте слишком мақұл тым қатты кеткен культуристер жайлы айтатын боламыз. Соның бірі Филипп Джерард. Филипп Джерард, яғни Фил Хит, қысқаша 1979 жылы ақштың Сиэтл қаласында дүниеге келді. Ол мистер Олимпия титулын 7 мәрте ұтып алды. Ол өз спортта карьерасын баскетбол ойыннан бастаған, және де 23 жасында ол өзінің бойымен, яғни 1,75 бойымен баскетбол ойнаудан бас тартты. Оның мақсаты мистер Олимпия жүлдесін 10 рет қатарынан жеңбекші болған, бірақ та болмай қалды. Мен қаншама қиыншылық көргенімді білмейсің осындай. Бірақ 7 мәртенің өзі аз емес. Оның салмағына келетін болсақ, жарыстағы салмағы 114 килограмм, жарыстан тыс салмағы 124 килограмм. Оның бойы 175 сантиметр, мойны 47, бицепсі 58, талиясы 73, және де кеуде тұсы 140 сантиметр болады. Джей Катлер 1973 жылы 3 тамызда ақштың Вустер қаласында дүниеге келген. Джей Катлер актер, бодибилдинг чемпионы және де ең танымал, ең бай бодибилдер ретінде әлемге әйгілі. Ол мистер Олимпия титулының 4 мәрте жеңімпазы, 3 мәрте Арнольд Классик титулының жеңімпазы. Ол өзінің спорттағы карьерасын мектепте жүріп, америкалық футболмен айналысудан бастаған. Ол колледжге түскеннен кейін футбол ойнауды қойып, бодибилдинг спортына ауысады. Джей Катлердің жарыстағы салмағы 125 килограмм, жарыстан тыс салмағы 136 килограмм. Әрине 176 сантиметр бойымен. Оның белі 91 сантиметр, кеуде тұсы 145 сантиметр, шеясы 50 сантиметр, бицепсі 57 сантиметр. Мәссаған. Бұл сөзді доғар. Бұл көш Насыбайдың арқасы. Дориан Йейтс 19 сәуір күні 1962 жылы Англияның Бирмингем қаласында дүниеге келеді. Ол мистер Олимпия титулының 6 мәрте жеңімпазы. Оны 12 жасында топтық төбелеске қатысқан үшін 6 айға қамауға алған болатын. Ол түрмеде жаттып өзінің спорттық карьерасын бастайды. Сол кезден бастап ойланып жаттығу жасауға бел буады. Сол кезден бастап оның темірге деген қызығушылығы артады. 1986 жылы Британия чемпионатында бірінші орын алады. Бір жылдан кейін Англияда өзінің залын ашады. Дориан Йейтс жайлы денесінің ақпараттары: бойы 1,78 сантиметр, салмағы 121 килограмм, жарыстан тыс салмағы 131 килограмм, бицепсі 53-те 5 сантиметр, кеуде тұсы 145, белі 86 сантиметр. Маркус Рюль 22 ақпан күні 1972 жылы Германияның Дармштадт қаласында дүниеге келеді. Ол спорттағы карьерасын футболдан бастаған. 19 жасында өзінің 51 килограмм салмағымен тізесінен травма алып қалады. Тізесіне реабилитация жасаймын деген мақсатпен ол фитнеске келеді. Дәл солайынша фитнеске келіп футбол добын гантельдерге айырбастайды. Яғни айтқанда футболды ол сатып кетеді. Рюльді бодибилдинг қарбыз деп те атайды. Маркус Рюль бодибилдингте монстрлардың бар екенін дәлелдеп кетті. Оның денесі жайлы ақпараттарға келетін болсақ, оның бойы 1,77 сантиметр, жарыстағы салмағы 124 килограмм, жарыстан тыс салмағы 143 килограмм, бицепсі 59 сантиметр, кеуде тұсы 148 сантиметр болады. Ронни Коллмен 13 мамыр күні 1964 жылы ақштың Луизиана штатында дүниеге келді. Ол мистер Олимпия титулының 8 мәрте жеңімпазы. Ол ең бірінші пауэрлифтинг спортымен айналысып бастайды. Ронни Коллмен пауэрлифтинг пен бодибилдингті бөліп жармай, екеуін бірге қатар алып жүруге тырысты. Ол колледжге түскеннен бастап пауэрлифтингті қойып футбол ойынын бастаған. Ал универ бітіргеннен кейін ресторанда бухгалтер болып жұмыс жасайды.
2 жыл бухгалтер болып жұмыс жасағаннан кейін ол полиция академиясына келіп қайтадан штанга көтеруді бастайды. Дәл солайша 1991 жылы Ронни Колман бодибилдингтегі спорттық карьерасын бастайды. Ронни Колманның денесінің параметрлеріне келетін болсақ, оның бойы 180 см, жарыстағы салмағы 133 см, жарыстан тыс салмағы 149 см, бицепсі 58 см, кеуде тұсы 146 см және де белі 95 см. Не деген салмақ мынау? Не деген дәу? халық мені, көрермендер мені кінәлайды. Достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, және де келесі блогымызда қандай спортшы жайлы топ 5 ақпаратты білгілеріңіз келеді, сол жайлы комментарийге қалдырып кетіңіздер. Достар, сіздермен болған Акон Тажыбаев, келесі кездескенше.